Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз нөмір 7 зертхана жұмысы. Тақырыбы статикалық және динамикалық жұмыс кезіндегі бұлшықеттің қажылығын зерттеу деп аталады. Зертхана жұмысының мақсаты бұлшықеттің жиыру жиілігіне бұлшықеттің жұмысы тәуелділігін зерттеу. Құрал-жабдықтар бұл секундомер, телефонымыздағы және салмағы 1 және 2 кг жүктер. Оның орнына біз тұз алып келдік, ақ тұзы. Енді жұмыс барысы сіздер жазып беріңіздер барлығыңызды. Алдыңғы сабақта дәптерге жазып келеміз деп айтқан едік. Бірінші тәжірибе статикалық жұмыс кезіндегі қажылу. Екінші тәжірибешіміз одан кейін бұл динамикалық жұмыс кезіндегі қажылуды зерттеу. Енді сіздерге бұл терминдер таныстырар. Статикалық және динамикалық тәжірибе жұмыс дегеніміз. Статикалық деген бұл не? Айтайын. Екі алады. Статикалық жұмыс және динамикалық деген. Естеріңізде жоқ па? Статикалық жұмыс дегеніміз бұл бір қалыпты, яғни қозғалыссыз кезіндегі. Яғни бір позицияны сақтап, мысалы қазір қолымызға 1 кг жүкті аламыз да, соны белгілеп, соны қанша секундқа дейін ұстап тұра аламыз. Соны бұлшық қаншаға дейін дамып, яғни қажылуын зерттейміз. Ал динамикалық тәжірибе кезінде, жұмыс кезінде, оны қолымызды көтеріп, түсіріп, яғни қимыл қозғалыс жасауға болады. Түсіндер ме? Түсінікті ғой? Жақсы. Енді тәжірибе бастайық. Бірінші тәжірибені оқыған сұрауы. Қажет ол. 125-ші бет. Тұрып, оқиға. Бірінші тәжірибе. Статикалық жұмыс кезінде қажу. Бірінші, сыналу массасы 1,5 кг жүкті алып, оны денеге тік бұрышпен екі жаққа қарай қолын созып ұстайды. Екінші, созылған қол денеге тоқтама формен белгі жасалады. Секундомерді қосады. Үшінші, қолдың белгілі ауытқуы байқалады. Бұлшық еттің қандай уақытта қажығанына тіркеледі. Төртінші, сыналу массасы 3 кг жүкті алады. 3 кг салмақпен тәжірибе жасау үшін 2-3 пункт қайталанады. Жақсы, енді мына жерде сынаушы, бұл жерде біз салмақты өзгерттік. 1,5 орнына 1 кг, 3 кг орнына 2 кг қолданамыз дедік қой. Енді бірінші статикалық тәжірибе кезінде қолды иек деңгейіне көтереміз. Содан кейін секундомерді қосқан кезде неше секундқа дейін шыдап тұра алатындығымызды зерттейміз. Түсінікті ме? Түсініңдер ғой? Иә. Жақсы, бірінші тәжірибеге кірістік. Қолды екі жаққа жайып, ерасыл бастады. Бірінші зертханамызды неше секундқа дейін басамын ғой да? Шынайы секундпен секундомерді есептеуді бастадым. Жерде сүріп жүре ғой. Неше секундқа келіп жатқан. Қалай кейін ба? Мағыл қадыр ма? Қанша? 35 болды ғой да? 35. Жоқ, бана қосқанындағым. Неге қойдың ғой да? 1,35. жаза бала қойып. Ерасыл. 1 минут 35 секунд. Ал ерасылы. Тәжірибеміздің екінші бөлігіне көшеміз. Шынайы қосауы. Қостың ба? Иық деңгейіне. Бана салмағымыз 1 кг, енді тағы бір болса 2 кг тұзды неше секунд аралығына дейін шыдап ұстап тұра алады екен. Соны сынап көрейік. Қай, ауыр ма ерасыл? Ерасыл. 1 кг барғандай 2 кг ауыр болды. Қанша ол? Шынайы? 50 секундта. 50, 1-ге жетті түсі енді. Ерасыл? Болды ма? Жақсы. Тәжірибемізді ерхан жалғастырады. Сол бірінші тәжірибе. Шынайы басардың ба? Секундомер кетті. Ерханға қолдау көрсетіп отырайық, қыздар. Тұр берді. Мына жерде оқушылар сөз жібер.
Tur. Qalay qo'ling qag'ozlarni? 41 sekund to'xtaydi. Qancha bo'ldi? Xo'sh. Qancha bo'ldi? Minutdan pastda. Екі минут шыдат. 5 minut qo'ying. Qo'msam. Minut charama yetkazsang endi. Mun to'g'ri dedim. Turjarmi? 35. Zo'rmi? Erkan? Қызы өте көмек. Көтерді. Zo'rmi ekan? Ал. Statikалық тәжірибені 2 килограмм салмақпен жалғастырамыз. Шынайы, қостың ба секундын берді? Алдыңғысын есебін жазып қойып қойып, уақытын? Қанша? 1 минут 59 секунд. 2 минут. 2 минутты жазып қоямыз. Жазып қой. Ерке бол. 1 минут шыдап жап. Ұмытпай тұрғанда. Енді бір минутты жеткізсең. Әлі оқырды әлі. Білмеңдер. Елу бес. Тәжірибемізді әйгерім жалғастырады. Яғни бірінші тәжірибе статикалық жұмыс кезіндегі қажуды. Қолында 1 килограммнан 2 қапшық тұз. Шынайы, қостың ба? Чтобы хотя бы 1 минут прошло. Секунда берді. Көрсет өтші. 30 секунд шыдасың енді. 1 минут асалам. Асырсаң кеткен жасың. Қыздардың намысын беремін. Ераз 1 минут 25 секунд сансың 1 минут. Көшер 1 минуттан. Ераз өтші. Ераз лайық деймін. Мен түсірмейіндер, Сөз жазып ішеміз. Ешкім көтеріп көрсетсіздер ме? Bir tuz şey. Сен іздеген olur да, майстер. Әйгерім сөйлемейді. Қуатың өnemli. Дірілдеген біліп берді. Неше 1 минут болды? Минуты? Километр деген 1 жемір. минут 25 секунд. Шашқысын сөйлемейді. Не будет, Минут жарым дейміз. ана жер Асты ма? 1 минут 26. 30 yok. Қанша? 1 минут 37. 37. Жарады. Тәжірибені жалғастырамыз. Әйгерім енді 2 килограмм жүкпен. Қанша болды? 1 минут қатайып қалды. Минут шыдасаң бер. 58, 59 болды. Болды. Өзі қаламады. Болды әйгерім. Қашадың ба? Феррата 15-ге дейін жеткізді. Әлді. Qarı bizde olsun. Сен қаншысың? 12. Болды. Ажыресің. Әйгерім 1 минут 15 секунд 25 миллисекунд шыдады. Молодец, 1 секунд шыдағанда. 1 килограммдық жүкпен. Уақыт кетті. Неше болды? 12 секунд. 1 минут шыды. 1 минутқа жеткіз, одан асырсаң, тен жасың. 3 минут тұрсаң, пақыл. Шнайки пустим. Да, я могу
Aytdi. Bu. Bir 20. Şaşırdın mı? Ha? 32 sengeni. 30'a жетmişsin. Tamam var. Sen статика, динамика, яғни қима қозғалыс жасауға. Ерхан нешесі? Жетті. 2 минут 10 секунд істеді. Бір қол кесам. Осыдан кейін шығып. Пакет кесам. Құсы қайда? Енді килограммдық салмақпен тәжірибе бастады. Түсіргенмін. Не істеп тұр? Жасады ма қолым? Bir minut болғанда айтайық па? 25. Bir minut болғанда айтайық. Айын түсіп кетті. Минута. Қанша? Тағаркен жазап алғайды. 1 минут 3 секунд бұл тағыр кем бітірген. Енді екінші тәжірибемізге динамикалық жұмыс кезінде қазіргі зерттеу ерте балан шықты, уақыт кетті. Бұл кезде динамикада қима қозғалыс жасауға болады. Тек қол мына төмен түсіп кетпеу керек. Алға, артқа, жоғары, төмен қима қозғалыс жасауға. Иық деңгейінде және одан төмен, одан жоғарыға. Қолым жоғары көтеруге де өте. Вақыт? Қанша болды? 40 секунд. 40 секундтан асты. Не ждала ма? Жоғары көтерші. Ауыр ма? Жоғары көтеріп. 1 минут 5 секунд. Минуттан асты. Minut jarım üretmişsiniz mi? Minut jarım üretmişsiniz nasıl var ya? O, көтеріп қой. Минут жарма жетті. Ай, қоңырау болған сияқты. Екеуі қолын қаласың ба? Еркін атқа су. Еркош. Жақсы.